Сәлем достар, сіздермен студент подкасты. Бүгінгі біздің тақырыбымыз токсикалық ортадан қалай арыламыз. Ол өзіміздің бойымызда бар ма? Бүгінгі сол тақырыпты менімен бірге талқылайтын студияда қонақта Әсем. Қош келдің, Әсем. Және Сәнім. Біз жалпы бүгін токсикалық ортаның қандай болатын және оларда жалпы қандай қасиеттер кездесетін, қалай арылуға болады, болмаса өзімізде сондай қасиет болатын болса, сол қасиеттерді қалай жоюға болатындығын бірге баяндайтын боламыз. Ең алғашқы сұрақ, Сәнім, жалпы сен үшін токсикалық орта деген нені білдіреді? Токсикалық орта деген ол саған қысым көрсететін орта, сенің эмоцияңмен ақылдаспайтын орта десем болады. Сен эмоционалды түрде тұрған уақытта, сенің көңіл күйің болмаған уақытта, олар сенің эмоцияңмен түсіністікпен қарай алмайтын орта деп ойлаймын мен токсикалық орта. Ал олар сен көңіл күйің болмай сондай жағдайда тұрғанда, олар өздерінің мінездерін көрсетіп, өздерінің эмоцияларын көрсетіп қалғысы келеді. Мүмкін осы нәрсе деп ойлаймын токсикалық орта деген. Ал сенің ойыңша? Менің ойымша да жалпы сенің пікіріңе қосылам. Токсикалық орта бұл көбінесе адамға біз сөздің астарында манипуляцияның бір құралдарын пайдаланып сөйлейтін, сонымен қатар өзінен кінәні іздемей басқаларға жабатын, үнемі сондай бір адамды чувство вины деп айтады ғой орысша, сондай бір кінәлі сезіндіруге тырысып тұратын адамдардың тобырын, эмоциясын басқара алмайтын адамдарды көбінесе осындай токсикалық орта деп атап жатады. Ал енді сенің өміріңде сондай токсикалық орта бар ма? Болмаса сондай жағдай болды ма? Токсикалық орта менің өмірімде кездесті. Ондай ортада мен өз-өзімді шынымды айтсам бір қауіпсіз сезіне алмадым. Өйткені ондай орта жаңа айтып кеткенімдей саған үнемі бір кінә таққысы келіп тұрады. Ондай ортада үнемі өзіңді кінәлі сезініп жүресің. Шынымды айтсам шаршадым ондай ортадан. Себебі толыққанды өзіңнің сезімдеріңді көрсете алмайсың. Жасырынып жүруге олардың дегені болсын деген сияқты. Үнемі солар сөйлесін, солар көрінсін деп үнемі бір тығылып жүретін адамдардың қатарынан болып кеттім. Содан кейін сондай ортадан алыстауға тырыстым барынша. Ал сенің өміріңде жалпы осындай токсикалық адаммен бір жақын қарым-қатынас болған ба? Әрине, ол менің ойымша ол әрбір ортада болады ондай адам. Өзінің эмоциясын көрсетіп, ол тек мен деп тұратын адам ғой негізінде. Нарциссттік бір қасиеттің белгілері бар. Мен жүруім керек, алда мен тұруым керек, мен бірді сөйлеуім керек деген сынды олар сондай оймен жүреді. Ол саған ұнамайды шынына келгенде. Себебі сен де өзіңде бір жеке тұлғасың ғой, сенің жеке шекараңды біреу шектесе, ол саған ұнамайды. Ол енді барлығына ұнамайды ғой. Бірақ сондай адамдармен жүріп, сен өзіңнің ойлау қасиетіңнен айырылып қаласың десең болады. Себебі олардың қасында сен өзің ойыңды айта алмайсың, өзіңнің пікіріңді білдіре алмайсың. Мейлінше солардың дегені болсын, солар сөйлесін дегені болсын деген пікірмен жүресің. Менің өзімнің басымда өткен бір оқиға болды. Шынымды айтайын, мен енді мектеп кезінде жүргенде жарыстардан қалмайтынмын, жарыстарға көп баратынмын. Сол кездерде бір жарыста жүрдім. Сол кезде маған үйге телефон шалып, кеш уақыты болып кетті. Сағат енді 11-де қандай жарыс деп олар түсінбейді ғой, үлкен кісілер. И то мен спорттық жарысқа кеттім. Соған сағат 11-де соқты, сен қайда жүрсің? Біздің жарыс басқа ауылда болды. Басқа алыс ауылда болды да. Сондықтан мен кешігіп келдім. Сол кезде маған телефон соқты. Мен сол кезде соңғы ойыным еді. Менің шешуші үздік ойыншыға таласатын соңғы ойыным еді. Сол кезде маған үйдегілер соғып, сен қайда жүрсің? Кеш болды деп маған бір кішкентай сөз айтқанда, менің шынымды айтсам, бүткіл жасап жатырған ісім кейінге кетіп қалды. Себебі уже ойнағым келмей қалды. Ана жердегі маған болып жатқан ана жердің аурасы маған бір ауыр болып сезіліп кетті. Сосын сол үшін соңғы ойынның барлығына атылдым десем болады. Сол бір сен неге нағып жүрсің деп маған бір қатты сөз айтқандары менің көңіліме қысым болып көрінді. Мен мейлінше еркіндік жақсы көрем. Маған ешкім сөйлемесін. Мен қандай пікір айтсам да барлығы дегенді жақсы көрем. Енді себебі өзім бала күнімнен мен қайда барам десем де, қандай спортқа қатысам, не алам десем де, жоқ дейтін сөзді естіп көрмеген адам болғасын, бір жоқ деген сөзді есту ол адамға өте ауыр тиеді. Бейтін қайтып қалған ғой, ол.
иә, ондай оқиға менің басымнан да өткен. Сәнім, жалпы мен үшін мамандық таңдау, кез келген адам үшін мамандық таңдау бір үлкен шешуші сәттердің бірі ғой. Сондай бір шешуші сәт менің 9-шы сынып кезіндегі сәтім. Ол кезеңде енді үлкен өмірге алғаш шешімдер қабылдаған кезі болғаннан кейін мамандық таңдауға бел будым. Сол сәтте мен қазіргі енді журналистика мамандығын емес, шынымды айтайын, ең алдымен өнер саласына кеткім келді. Сол саланың бір қызығына, толқынында бірге жүзгім келді. Бірақ сол сәттегі отбасымның шешімі, ата-ананың бұл ойға деген көзқарастары шынымды айтсам маған үлкен әсер етті. Өйткені олар өнерге бір теріс көзқараста болды. Үлкен кісілердің пікірі ғой, өнер жолы қыз бала үшін ауыр жол деп сондай пікірлермен барынша сондай жолдан алып қалғысы келеді олар. Иә, барынша мен үшін бір пайдалы өлмейтін мамандықтарды іздеді. Мұғалім, дәрігер деген сынды. Ең ата-аналардың көп таңдайтын мамандығы, осы мамандыққа түс, ол өлмейді, оның болашағы бар, ол әлі дамиды деген сияқты. Иә, сондай сәттен кейін мен шынымды айтсам үлкен бір психологиялық соққы алдым. Өйткені менің қалаған дүнием орын алған жоқ. Мен қалаған мамандыққа түскен жоқпын. Отбасымның шешімімен болған дүние болғаннан кейін ең алғашқы бір ауыр психологиялық қысым, токсикалық орта деп атамай қояйық, бірақ қабылданған шешім сол болды, менің басымнан өткен. Содан кейінгі енді бәрі жарасы жеңіл сияқты. Сен қалай ойлайсың, мүмкін сол кездегі сенің өзіңнің ішкі сезіміңді ата-анаңа қазір түсіндіре алдың ба? Сен енді қазір журналистика 3-ші курсында оқып жатсың ғой. Осы арақта сен ата-анаңа түсіндіре алдың ба? Мен осы кезде осы нәрсені қаладым ғой деген сияқты. Өте жақсы сұрақ қойдың. Жалпы осы сұрақтың төркінінде мен ата-анаммен көп сөйлесе бермейді екен, бірақ осы соңғы сәттерде неге сол сәтте ата-анаммен дұрыстап, кәдімгідей ақылдасып, мен осы саланы жақсы көретінімді, осы салада ертең жұмыс таба алатынымды, жаңғалауым екенін неге ақылдасып, дұрыстап түсіндірмегеніме шынымды айтсам қазіргі таңда өкінемін. Өйткені ол кезде бір атүсті қараған сияқтымын. Ата-анам қарсы болды, мен осы салаға кетуім керек. Мен олардың сөзіне қарсы келмеуім керек деген сияқты пікір болды сенде. Пікір болды. Қазіргі таңда, өкінемін, шынымды айтсам, сол тақырыпта бір ашық әңгіме айтпағаныма ата-анама. Менде былай болды. Ата-анам менің қалаған мамандығыма түсуге қарсы болды. 11 жыл оқыдың, 11 жылда сен спортқа кетсең қате ғой деген сияқты. Оны егер спортқа түсетін болсаң, неге 9 бітіріп кетіп қалмадың деген пікірлер айтты. Мен сол кезде олар маған дәрігер бол деді. Дәрігер саласын таңда, ол өлмейтін мамандық, болашағы бар оның, ақшасы да көп дейтін әңгіме ғой. Жоғары оқу орнын бітірсең ақшасы да көп болады деген сияқты. Содан мен ата-анама ерегесіп таңдаған мамандық журналистика болды. Мен ерегесіп таңдадым ол мамандықты. Бірақ қанша жерде ерегессем де бұл менің болашағым екенін кейін түсіндім. Оқуға келіп, осы бірнеше жыл өткеннен кейін барып түсіндім да мен сол менің болашағым, мен бұл мамандықтан өз орнын таба алатынымды сездім. Сондықтан адам, мен ойлаймын, мүмкін ұнатпай түскен мамандықтың өзі сенің болашағың болуы мүмкін екен. Демек, бір токсикалық ортадан қабылданған шешімдердің өзі кей адамдар үшін жақсы, ұтымды бір шешім болуы мүмкін деп ойлайсың. Енді саған мынадай сұрақ қойсам, сен достардың арасында токсикалық адам бар деп есептесіп қарасақ, және ол саған өзінің қалаған шешімдерін саған істете алады. Сен оны байқадың, сен өзіңнің ойыңды оған айта алмайсың. Сол кезде сен қандай әрекет жасайсың? Онымен араласуды мүлдем шектейсің ба, болмаса жаймен оған барынша түсіндіруге тырысасың ба? Енді бірден ондай адам байқағаннан кейін ара қатынасты тоқтату деген дұрыс емес деп ойлаймын. Ең алдымен адамның бойынан сондай бір қасиеттерді көрсең, алдымен оған түсіндіруің керек. Мен осындай адамын, менің мынандай шарттарым бар. Бұл шарттар орындалуы тиіс, яғни былайша айтқанда қазіргі таңдағы өзекті тақырыптардың бірі жеке шекараңды қою. Егер оған дейін жеке шекараң қойылмай, ол адам сенің осындай адам екеніңді білмесе, дәл сол сәттен кері бастау керек ара қатынасты. Осы уақытқа дейін сен менімен осылай араластың, бірақ мен бұл ара қатынасты қолдамаймын. Әрі қарай сен менімен бұлай сөйлесесің, сенің мұндай әрекеттерің маған ұнамайды деген сияқты бір алдын ала шарттарды қойып алам, егер мен ондай досты кездестіріп жатсам. Содан кейін егер ондай шешімдерден, шарттардан қорытынды шықпайтын болса, ара қатынасты тоқтатуға әрине тура келеді. Ал сенің шешімің қандай?
Менің шешімім, менің өмірімде токсикалық адам қатты бір кездеспеді деп айтсам болады. Шынымды айтсам, енді өзімнің шынымды айтайын, мен жаңа қарап отырмын ғой, осы токсикалық орта туралы ойлап отырмын. Сол кезде менің ойымда да бар екен ондай нәрсе. Мен кейде менмендігім ұстап кетеді, менмендік дейді ғой. Сол ұстап кетеді де, сол кезде мен де сондай адам болып өзгереді екем. Бірақ шынына келсем, негізі мен барынша айналамдағы адамдардың пікірін тыңдауға тырысамын. Олар не айтады, олардың ойын тыңдаймын. Енді кейде болады, жоқ, менікі дұрыс, менікі ғана дұрыс. Менде бұл кешірім сұрайтын кезде ең қиын нәрсе осы. Себебі менікі қате болып тұрса да, менікі дұрыс екен дәлелдеп шығамын. Қате, бірақ қалай дәлелдеп шығасың деген сияқты, ол жерде сол жерде токсикалық мінез әсер етеді екен адамға. Мен жеңілмеуім керек, мен бірінші кешірім сұрамауым керек деген сияқты пікірлер адамның ойында тұрады екен. Енді жаңа ойланып есіме түсіп жатыр, осындай мінезім бар ғой деген сияқты. Егер сондай адам болса, менің ортамда енді мен мейлінше оған түсіндірем. Осылай, мен мінезім мынадай. Мінезім достарымның көбі біледі менің мінезімді, мен оларға түсіндіріп айтқам. Кейде енді ренжіп қаласың, олар түсінбей қалып жатады, бірақ барынша мен ашық айтамын оларға. Менің мінезім осындай. Мен барынша түзеймін мінезімді, бірақ кейде болуы мүмкін ашу үстінде, сондай уақыттарда мен сендерді тыңдамай қалуы мүмкін деген сияқты. Олар енді мені шеттетіп тастап, олар керісінше мені түсінеді. Маған ондай адам кездессе, мүмкін ол мені түсінсе, мен онымен араласа беретін шығармын. Бірақ егер ол мені түсінбей, жоқ, тек менікі ғана дұрыс десе, онда мейлінше одан алшақтап шекара қою керек деп ойлаймын. Енді жалпы осы подкастымызды қорытындылайтын бір сұрақ қойып жіберейін. Осындай түйіні ғой өзіміздің тақырыбымыз, токсикалық ортадан қалай арылуға болады деп ойлайсың? Жалпы адам үшін пайдасы бар ма мұндай ортаның? Адам үшін бұл ортаның пайдасы бар деп ойламаймын. Себебі сен жеке шекараңды шектеп жатырса, тек мен деп жүрген адам болса, ол саған пайда келеді деп мүлдем ойламаймын. Енді шындық қой. Сен егер сенің ойыңды тыңдамаса, сен ішіңдегі бір ойыңды айтып, онымен бөлісетін кезде ол саған жоқ, осылай болу керек, болды, тек мен айттым, менікі ғана дұрыс дейтін шешім айтпау керек. Ол сені қолдау керек, ол сенімен әр уақытта бірге болу керек деген ойдамын. Және сен бір ой айтып, бір ақыл айтып жатырсаң, оған осылай ғой негізінде деген сияқты қылып, ол оны сен өзіңді қатты бір білімді деп санайсың ба, болмаса сен бір нәрсеге беріліп кетсең, сен өзіңді қиялсың деп айтатындар да болады ғой. Кездесіп жатады. Иә, енді ол кітап оқыған кезде де болады ғой. Мен шынымды айтсам, мен кейбір достарым түсінбейді. Қиял адамда болады ғой, әрбір адамда өзінің қиялы бар. Адамның қиялы шексіз. Кітап оқыған уақыттарда да мен сол кітаптағы оқиғада болып жатырған оқиғада бірге жүрем. Сол ең басты кейіпкер болады ғой оқиғаның. Жусан есімін білесің ғой? Иә, білем. Сол кітапта Аянның оқиғасы. Мен Аянмен бірге сол жерде Аян аяғын шығарып алғанда, аяғын салдырғанда, ол жылағанда, таяқ жегенде, сол кездегі мен сонымен бірге жылап, сонымен бірге жүріп, қасында сонда достарына Аян емес, Аянның орнына мен ашуланғам. Неге сол кезде сендер Аян тастап кеттіңдер деген сияқты. Негізі барлық істе болған нәрсенің бәріне негізі достары кінәлі ғой оның. Бірақ сол жерде барлығына Аян кінәлі болып шығады. Мен сол үшін жылағам. Бір аптадай мен сол оқиғадан шыға алмай жүрдім. Көзімді ашсам да, жұмсам да сол Аян оқиғасы. Сол кезде мен достарыма айтқанда, сен қиялсың, сен андай түсінбеймісің деген сияқты пікірлер айтады. Ол сенің өміріңде кездесе ме ондай адамдар? Ондай адамдар кездескенмен мен мән бермейді екенмін, шынымды айтсам. Өзімнің жаңа айтқандай токсикалық бәлкім белгілер менде де кездесетін шығар. Ондай адамдардың сөзіне шай ғана мән бермеймін, өтіп кете беремін. Ал жалпы бұл пікірге қатысты менің ойым, токсикалық адам екеніңді қалай білуге болады және қалай арылуға болады ондайдан. Менің ойымша кез келген токсикалық адамның бір осындай мінез құлықтары бала кезден қалған детский травма деп атайды ғой қазіргі таңда. Қазір ең тренд сөзінің бірі ғой. Әрбір баланың айтатын сөзі детский травма қалып қойған бізде деп. Сондай бір қалдықтардың әсерінен болуы да мүмкін. Болмаса ата-ананың бір махаббатының жетіспеушілігі, өзінің кішкентай кезде сондай ортадан буллинг деп те атап жатамыз ғой, кемсітушілікті көргені, болмаса сондай бір жағымсыз әсерлерді бойына сіңіріп алған бала, ол өскенде де бәрібір сондай бір жағымсыздықты барынша ортасына шашыратуға, соны жұқтыруға тырысып тұрады ғой.
Сондай Ол белгілер өзінің басында осындай оқиға өткенін білдіргісі келеді, иә. Өзінің осындай жайт болды, демек басқаларда болу керек, сезінуі керек деген сияқты. Иә, ол былай ғой. Сезім болуы мүмкін. Әлеуметтік желілерде бар ғой, білесің бе, бір кесеге қара су құяды да, сол қараны басқа кеселер құя береді. Бірақ ол жерде ол қалай кезең-кезеңмен беріледі. Бірінші ол сенің әжең, атаң, содан кейін әкең, содан кейін өзің болып беріледі, иә. Сол кезде әрбір адамнан ол ағарып отыру керек. Сен бала күніңде алған детский травма дейміз ғой. Сол детский травманы сен басқа достарыңа, болмаса өзіңнің жақындарыңа оны көрсетпеуің керек. Сен одан да жақсы адам болу керексің да. Сен көрген нәрселеріңді ол мен басымнан өтті, басқа адамды көру керек деген ой, ол үлкен қателік. Себебі қазіргі адамдардың ең көбінің жіберетін қателігі осы. Мен бала күнде осы нәрсені көрдім, және менің таныстарымда, достарымда осы нәрсені білу керек, мен басымда өткен, және ол сезініп білу керек деген сияқты пікірлер болады. Иә, токсикалық ортаның бірден бір белгілерінің бірі осы. Сондықтан да өзіңіздің бойыңыздан жаңа біз атап кеткендей қасиеттерді көретін болсаңыз, енді дұрыс жолға деп атамай қояйық, бірақ жақсы жаққа өзгеруге, түзелуге әлі де кеш емес. Сіздермен бірге болған студент подкаст келесі кездескенше сау болыңыздар.